Жапонияда бұл қоспаны сиқырлы деп санайды. Бал мен лимонның денеге не істейтінін білсеңіз, таң қаласыз. Сіз қазір осы видеоны тоқтатпаңыз. Өйткені келесі бірнеше минутта мен сізге өте қарапайым, бірақ өте күшті нәрсе айтамын. Бұл нәрсе сіздің үйімізде қазір бар. Ас үйімізде тұр. Бал және лимон. Осы екеуі. Жапонияда бұл қоспаны 100 жылдан астам уақыт бойы ішіп келеді. Олар оны дәрі деп санамайды. Тіпті одан да жоғары деп санайды. Сиқырлы қоспа деп атайды. Ал Жапония дегеніміз дүние жүзінде ең ұзақ өмір сүретін халық. Орта жасы 84. Олардың сыры неде? Бүгін мен сізге соны айтамын. Бірақ бастамас бұрын бір сұрақ қояйын. Сіз таңертең не ішесіз? Шай ма, қара шай ма, жасыл шай ма? Немесе тіпті ештеңе ішпей тұрасыз ба? Егер таңертең асқазаныңыз ашып, бірдеңе іше алмасаңыз, немесе ішкен кезде іш пісіп жатса, бұл видео дәл сізге арналған. Егер буын ауырса, тізе, белде ауырсыну болса, бұл видео дәл сізге арналған. Егер жиі суық тиіп, иммунитетіңіз әлсіз болса, бұл видео дәл сізге арналған. Себебі бал мен лимон бұл жай ғана тәтті су емес. Бұл дұрыс дайындалса, дұрыс уақытта ішілсе, дененің алты мүшесіне тікелей әсер ететін табиғи ем. Мен бүгін сізге оны қалай дайындау керектігін, қашан ішу керектігін, кімге пайдалы, кімге зиянды екенін егжей-тегжейлі айтып беремін. Соңына дейін тыңдаңыз. Өйткені ең маңызды сыр видеоның соңында. Алдымен мынаны білейік. Неге дәл Жапония? Неге олар бұл қоспаны сонша жылдан бері ішіп келеді? Жапон дәрігерлері бір нәрсені анықтады. Адамның денесі таңертең ең осал, ең ашық кезде болады. Түнде ұйықтап, демалып, асқазан тазарып тұрады. Дәл сол сәтте денеге не берсеңіз, ол мың есе жақсы сімеді. Дәл сол сәтте зиянды нәрсе берсеңіз, мың есе зиян тигізеді. Сондықтан таңертеңге ішетін нәрсе өте маңызды. Ал бал мен лимон таңертең бос асқазанда ішілгенде не болады? Мен қазір сізге соны айтамын. Бірте-бірте, бір-біртен. Байқап отырмыз. Өйткені бұл ақпараттардың кейбірі сізді шынымен таң қалдыруы мүмкін. Бірінші нәрсе – жүрек. 60 жастан кейін жүректің ең үлкен жауы қан тамырларындағы бітелу. Қан жүрмей, тамыр қатайып, баяу-баяу бітеле бастайды. Бұны адам сезбейді, ауырмайды, белгі бермейді. Бірақ бір күні жүрек ауруы, инсульт. Лимонның ішіндегі флавоноид деген зат тамырдың қабырғасын жұмсартады. Тамырды иілгіш, серпінді ұстайды. Ал бал қандағы жаман холестеринді азайтады. Екеуі бірге жүрекке күнде таңертең қорғаныш береді. Жапон қарттары мұны біледі. Сондықтан олар таңертең тұрып, бірінші осын ішеді. Сіз ше? Сіз жүрегіңізге не беріп тұрсыз таңертең? Екінші нәрсе – буын ауруы. Бұл 60 жастан кейін барлығында болады. Тізе ауырады, бел ауырады, саусақ буындары ісінеді. Адамдар бірден дәрі іздейді. Бірақ мынаны білесіз бе? Буын ауруының негізгі себебі іш жағындағы қабыну. Денеде жасырын қабыну жүріп жатады. Сіз байқамайсыз, бірақ буындарыңыз байқайды. Лимонның қышқылы бұл жасырын қабынуды басады. Балдың ішіндегі антиоксиданттар дененің жасаруына, буын сұйықтығының сақталуына көмектеседі. Күнде таңертең осы қоспаны ішкен адамдар 3 айдан кейін буын ауруы басылды дейді. 3 ай бұл ұзақ уақыт емес, бірақ нәтиже өмір бойы пайда береді. Үшінші нәрсе – иммунитет. 60 жастан кейін иммунитет баяу төмендей бастайды. Жасыңыз өскен сайын суық тез тиеді. Кез ауырасыз, тез шаршайсыз. Бұл табиғи процесс, бірақ оны тежеуге болады. Лимонда С дәрумені бар. Бұны бәрі біледі. Бірақ аз адам біледі. Балда прополис деген зат бар. Прополис бұл жер бетіндегі ең күшті табиғи антибиотик. Жапон ғалымдары прополистің бактерияға, вирусқа қарсы тұруын зерттеген. Нәтиже таң қалдырарлық болған. Күнде таңертең бал мен лимон ішкен адамдардың иммунитеті ішпегендерге қарағанда 2 есе күшті болған. 2 есе. Бұл дәрі емес, бұл ас үйіміздегі 2 қарапайым өнім. Төртінші нәрсе – ас қорыту. Сіздің асқазаныңыз қалай? Тамақ жегеннен кейін ауырасыз ба? Іш кебеді ме? Не болмаса керісінше, тамақ ішкіңіз келмей ме? Бұлардың бәрі асқазан мен ішектің жұмысы бұзылғанның белгісі. 60 жастан кейін асқазан қышқылы азаяды. Тамақ баяу қорытылады. Зиянды заттар ішекте ұзақ тұрып, улы заттарды қанға жібереді. Осыдан бас ауруы, шаршау, тіпті тері бұзылуы болады. Лимон асқазан қышқылын реттейді. Бал ішек қабырғасын жазады, пайдалы бактерияларды өсіреді. Таңертең бос асқазанға осы қоспаны ішсеңіз, бүкіл күн бойы асқазаныңыз жеңіл жұмыс істейді. Тамақ жақсы қорытылады, ішке буы жоғалады. Бұны өзіміз бір ай ішіп көрміз, айырмашылықты өзіміз сезесіз. Бесінші нәрсе – ұйқы мен жүйке. Бұл туралы аз айтылады, бірақ өте маңызды.
60 жастан кейін ұйқы бұзылады. Кешке ұйықтай алмайсыз, таңертең ерте оянасыз, күндіз жалықсыз шаршайсыз. Неге? Себебі жүйке жүйесі шаршаған. Уайымнан, стресстен, өмірдің ауыртпалығынан. Балда магний бар. Магний жүйке жүйесін тыныштандыратын табиғи зат. Кешке бір стакан жылы суға бал мен лимон қосып ішсеңіз, жүйке тынышталады. Ұйқыға оңай кетесіз. Таңертең тұрғанда өзімізді жеңіл сезінесіз. Бұл дәрі емес, бірақ дәрдей жұмыс істейді. 6-шы нәрсе. Тері мен шаш. Сіз айнаға қарағанда не көресіз? Терің солғын ба? Беттің түсі кетіп жатыр ма? Шаш түсіп жатыр ма? Бұлар ішкі денсаулықтың айнасы. Егер іш жағы сау болса, сырт жағы да жарқырайды. Лимондағы С дәрумені коллаген өндіруге көмектеседі. Коллаген терінің серпімділігі, жастығы. Ал балдағы антиоксиданттар жасушалардың ескіруін баяулатады. Жапон әйелдері неге қартайып та жас көрінеді? Олар ішіне қарайды. Терісіне крем жаққанша, ішіне жақсы нәрсе береді. Бал мен лимон. Бұл ішкі сұлулық рецепті. Енді ең маңызды сұрақ. Мұны қалай дайындайды? Қаншасын ішу керек? Бұл сұраққа мен сізге дәл нақты жауап беремін. Бірақ алдымен кімге зиян болуы мүмкін? Себебі кейбір адамдарға бұл қоспа қарсы болуы мүмкін. Бұны білмей ішсеңіз, керісінше зиян тигізуі мүмкін. Сондықтан мұқият тыңдаңыз. Бірінші, асқазанда жарасы барларға. Егер сізде асқазан жарасы болса, немесе гастрит болса, лимонды аз мөлшерде, міндетті түрде тамақтан кейін ішу керек. Бос асқазанға лимон жараны тітіркендіреді, ауырсыну күшейеді, сондықтан абай болыңыз. Екінші, қант диабеті барларға. Бал табиғи болса да ішінде қант бар. Қант диабеті барлар балды шамадан тыс ішпеу керек. Күніне 1 шай қасық жеткілікті. Одан артық ішпеңіз. Үшінші, балға аллергиясы барларға. Өте сирек кездеседі, бірақ болады. Егер бұрын балды жесеңіз, бетіңіз немесе денеңіз қышса, балды пайдаланбаңыз. Осы 3 жағдайда абай болу керек. Қалған барлық адамдарға бал мен лимон қоспасы қауіпсіз және өте пайдалы. Енді дайындалу жолы. Таңертең тұрғанда 1 стакан жылы су дайындаңыз. Ыстық емес, жылы. Өйткені ыстық су лимондағы С дәруменін жойып жібереді. Сол жылы суға жарты лимонның шырынын сығыңыз. Содан кейін 1 шай қасық табиғи бал қосыңыз. Бірақ мұнда бір сыр бар. Балды суға қосқанда судың температурасы 40 градустан аспауы керек. Ыстық суға бал салсаңыз, балдың бүкіл пайдасы жоғалады. Балдың ішіндегі ферменттер, пайдалы заттар жылулыққа өте сезімтал. Сондықтан суды алдымен сәл суытыңыз, содан кейін бал салыңыз. Осы қоспаны таңертең тұрып, тамақтан 20-30 минут бұрын ішіміз. Тамақ ішпей, бос асқазанға. Осы ереже сақталса, нәтиже сіз ойлағаннан да жақсы болады. Кешке ішкіңіз келсе, ол да жақсы. Кешке ішкенде жылы сүтке 1 шай қасық бал қосуға болады, лимонсыз. Бұл ұйқыға жақсы әсер етеді. Жүйке тынышталады. Таңертең жеңіл оянасыз. 1 ай ішіміз. Тек 1 ай. Денеңізде не өзгеретінін өзіміз сезесіз. Таңертең тұрғанда жеңілдік, буын ауруының азаюы, тамақтың жақсы қорытылуы, ұйқының жақсаруы, керінің жарқырауы. Бұлар уәде емес. Бұлар мыңдаған адамның тәжірибесі. Жапонияда бір нәрсені айтады. Денсаулық бұл бір күндегі шешім емес. Бұл күнде таңертең қабылдайтын кішкентай шешімдердің жиынтығы. Күнде таңертең бал мен лимон ішу кішкентай шешім. Бірақ 60 жастан кейін бұл кішкентай шешім өмірімізді өзгертуі мүмкін. Сіздің денеңіз сізден бір нәрсе сұрайды. Оған назар аударыңыз. Жылы су, жарты лимон, 1 қасық бал. Осы ғана. Күнде таңертең 1 ай ішіміз. Содан кейін маған айтыңыз. Денеңізде не өзгерді? Пікірлерге жазыңыз. Мен барлық пікірді оқимын. Егер бұл видео пайдалы болса, жақындарыңызға жіберіңіз. Анаңызға, апаңызға, ағаңызға. Бұл ақпарат олардың денсаулығына пайда береді. Арнаға жазылыңыз. Келесі видеода кездескенше.